Қайырлы күн, құрметті достар, сіздермен бірге тәмінкен бүгін баклажан икра рецептісімен бөлісемін. Менің арнама лүпіл басып, тіркеліп, келесі видео рецепт жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басып кетіңіздер. Бізге керек көкөністер: пияз, помидор, чеснок, сәбіз, кабачок, баялды және тәтті бұрыш. Бәрін жақсылап жуып аламыз. Көкөністерді жуып болған соң тақтайшада турап аламыз. Қазанға күнбағыс майды құйып, пияз салып, 1-2 минуттай қуырып аламыз. Әрі қарай помидор және тәтті бұрыш, сәбіз, кабачок салып, соңында баялдыны салып, яғни баклажан, дәміне қарай тұз, бұрыш саламыз. Ең аз отта дайын болғанша дейін пісіреміз. Піскен соң чеснок қосуға ұмытпаңыз. Біздің баклажан икрамыз дайын, ас болсын. Менің арнама лүпіл басып, тіркеліп, қоңыраушаны басып кетіңіздер.